Ал күн панелдері болса түскен сәулелерді бірден электр энергиясына түрлендіреді. Сонымен күн сәулелерінің энергиясы электр энергиясына қалай түрленеді? Күн батареяларының жұмыс істеу принципі фотоэффект құбылысына негізделген. Күн панелдері жалпы рамаға біріктірілген фотоэлектрлік яшықтардан тұрады. Яшықтардың әрқайсысы жартылай өткізгіш материалдан жасалады, мысалға кремний. Күн сәулесі теріс зарядталған панелдерге түскен кезде жартылай өткізгіш олардың энергиясын қабылдай отырып қыза бастайды. Қабылданған энергия жартылай өткізгіште теріс зарядталған бөлшектер электрондарды босатады. Қосымша энергия электрондарға өзінің атомынан ыршып шығу үшін жеткілікті болады. Нәтижесінде олардың орнында тесік қалып, ал босаған электрондар кристалдық тұрда қыдыра бастайды. Электрлік өрістің әсерінен оң және теріс зарядталған бөлшектерінің бөліну процесі жүріп, тұрақты кернеу немесе потенциалдар айырымы пайда болады. Бос электрондар бір бағытта қозғала